Бір елде Күлше қыз деген мейірімді, еңбекқор қыз өмір сүріпті. Бірақ оге шешесі мен екі әпкесі оны қатты жұмысқа салатын. Жалғыз қалғанда айнаға қарап, арманы бір рет болса да патша сарайындағы би кешіне бару еді. Сол түні өгей әпкелері патша сарайындағы бал кешіне дайындалды. Бәрі кеткен соң үй іші тып-тыныш қалды. Күлше қыз от жалынына қарап, аспандағы жұлдыздардан бір тілек тіледі. Осы кезде мейірімді сиқыршы әже пайда болып, сиқырлы таяғы жарқ етті. Күлше қыздың ескі көйлегі әп-сәтте жарп-жұрқ еткен көгілдір көйлекке айналды. Сарай есігі ашылып, ішке Күлше қыз кірді. Патша ұлы оның қолын ұстап, би алаңына шықты. Екеуі сиқырлы музыка ырғағымен айнала билеп, көздерін бір-бірінен алмады. Кенет сағат 12-ге соқты. Күлше қыз қорқып, жүгіре жөнелді. Бір аяқ киімі баспалдақта түсіп қалды. Келесі күні патша ұлы ел аралап, сол туфлидің иесін іздеді. Көп қыздар киіп көрді, бірақ ешкімге шақ болмады. Ақыры патша ұлы Күлше қызды тапты. Туфли дәл оның аяғына шақ келді. Сол сәттен бастап екеуі бақытты өмір сүрді.